Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен логикалық есептер шығару тақырыбын жалғастырамыз. Бұл бізде 129 сабақ, математика пәні 2 сынып. Бұл сабақта сен санды бас қатырғыштарды шешуді үйренесің. Яғни бас қатырғылар, бас қатырғыштар деп айтамыз, логикалық тапсырмаларды айтамыз, соларды шешуді үйренесің. Бірінші тапсырма сиқырлы шаршылар. Қараңдар, мына жерде 5 түрлі шаршы тұр. Енді осылардың қалай есептелетінін қазір айтамыз. Осыны қалай орындау керектігін. Бірінші қараңдар, асына а есебіне. Сандарды бірінші көлденеңінен қос дейді. Яғни көлденең дегенді білесіңдер. Тігінен деген қандай? Тігінен деген жоғарыдан төмен қарай, яғни тігінен. Көлденең деген оңнан солға қарай, немесе солдан оңға қарай. Көлденең деп соны айтады. Енді қараңдар, көлденеңінен 5-ке 1-ді қосамыз 6, 3-ке 4-ті қосамыз 7. Міне көлденеңінен қосып шықтық, сандарды. Енді тігінен қосамыз 5-ке 3-ті қосамыз 8, 4-ке 1-ді қосамыз 5, 6-ға 7-ні қосамыз 13. Енді сонда қараңдар, мына жақта тігінен 6-ға 7-ні қосқанда 13 шықса, 8-ге 5-ні қосқанда да 13 шығу керек. Яғни мына жақтағы екі жақтағы сан қосындысы көлденеңнен тігінен қосқандағы соңғы сан бізде сәйкес келу керек. Яғни екі жағынан да қосқанда сәйкес шығу керек. Ары қарай кеттік. А есебі 0-ден 8-ге дейінгі сандардан сиқырлы шаршылар құрастыр дейді. Мына жерде сандарды бірінші көлденеңнен қосамыз. Бағана үйренгендей 7-ге 0-ді қосамыз 7, 4-ге 2-ні қосамыз 6 шығады. Енді тігінен қосамыз. 7-ге 2-ні қосамыз 9, 0-ге 4-ті қосамыз 4, 7-ге 6-ны қосамыз 13. Енді астына орналастырамыз. Шыққан қосындыны сәйкес келу тиіс. Міне сәйкес келді бізде. 7-ге 0-ді қостық 7, 4-ге 2-ні қостық 6, былай тігінен қостық 7-ге 2-ні қостық 9, 0-ге 4-ті қостық 4, 7-ге 6-ны қостық 13, бір-бірімен сәйкес келді. Жақсы. Келесі екінші тапсырма. Енді бұл жерде бос орындарға сан қоямыз. Бұл өте қызық. Мына жерде ортада тұрған шаршы сияқты кішкентай, оған мән бермейміз. Біз тек қана мына амалдарға, сандарға ғана мән береміз. Бірінші 9-ға 6-ны қосамыз 15. Енді астында 5-тен 3-ті азайту деп тұр 2. Енді біз көлденеңнен қосып шығарып қойдық. Енді тігінен шығарамыз. 9-дан 5-ті азайтамыз 4, 6-ға 3-ті қосамыз 9, 15-тен 2-ні азайтамыз 13. Яғни қараңдар, 15-тен 2-ні азайтсақ 13, 4-ке 9-ды қоссақ 13. Сәйкес келді ғой? Сәйкес келді. Келесі 24 пен 44-тің қосындысы 68. Енді 14-тен 15-ті азайтамыз. 14-тен 5-ті азайтамыз 9. Енді 44-тен 14-ті азайтамыз 30, 24-ке 5-ті қосамыз 29, 30-ға 29-ды қосамыз 59, 68-ден 9-ды азайтамыз 59. Бізде сәйкес келді. Келесі 50-ге 15-ті қосамыз 65, 22-ден 3-ті азайтамыз 19. Енді 50-ден 22-ні азайтамыз 28, 15-ке 3-ті қосамыз 18, 28-ге 18-ді қосамыз 46, 65-тен 19 алсақ 46. Міне бізде осылай сәйкес шықты. Келесі үшінші тапсырма. Енді бұл тағы да қызық алдыңғы тапсырмалардан қарағанда. Себебі біз мына машиналарға, мына жерде тұрған сан беруіміз керек, белгілі. Міне қараңдар, әр машине белгілі бір санды көрсетеді. Оның қай сан екенін анықта. Мысалы қараңдар, мынандай 3 машина қосқан кезде 3 бірдей машина, балалар. Әртүрлі емес. 3 бірдей машина қосылған кезде 30-ға шықты дейді. Тең 30-ға шықты. Қараңдар, енді 30-ға қандай бірдей сандарды қосқан кезде, 3 санды қандай бірдей 3 санды қосқан кезде 30 шығады. Әрине 10 санын қосқан кезде, мына машиналардың яғни саны 10 болады. Міне 10, 10, 10. 10-ды өзіне 3 рет қосқанда 30 шықты. Енді екінші жолда былай болады, қараңдар. Мына машинаны біз біліп алдық қой 10 екенін. Мына бірінші машина екінші жолда 10 болып тұрады. Ол бізде 10 белгілі. Енді қараңдар, енді мына жерде теңдік 18. Енді 10-ға 18 шығу үшін 2 сан қосуымыз керек. Ол 2 сан бірдей болу керек.
себебі мына машиналар екеуі бірдей. Енді мына машиналардың санын анықтауымыз керек, номерін анықтауымыз керек, яғни қандай санмен белгіленіп тұр. Енді ойлаңдар, 10 деген сан бізде белгілі. Енді арғартай 8 шығу үшін, 18 шығу үшін 8 деген санды қандай екі бөлік саннан тұрады? Екі бірдей бөлінген саннан тұрады. Әрине 4 деген санды екі, мысалы 4, 2 4-ті бір-біріне қоссақ 8, 10-ға 8-ді қоссақ 18 болады. Міне, яғни мына машиналардың номері 4 деген болды екен. Міне, енді келесі, енді астындағы қараңдар. Енді бұл мынандай 4 деген машина екенін білдік. Мына машинаның 4 екенін білдік. Енді 4-тен қай санды азайтсақ 2 болады. Яғни 2-ні азайтсақ 2 болады. Міне, яғни мына машинаның номері 2 екен. Енді ең оңайы үшіншісі. Себебі бұл жерде біз әр машинаның номерін білеміз. Мысалы, бірінші машина бізде 10, екінші машина 4, үшінші машина 2, бір-біріне қосқанда 16 шығады. Міне осындай есеп. Қызық, балалар, өте қызық. Жақсы, келесі 4-ші тапсырма. Енді бұл кішкене күрделірек. Бұған кішкене біраз ойлану керек. Ал ойланбай, кейбір пысық балалар, мысалы, мына тұрған текшені қолдан жасай салады. Қолдан жасай сауға болады. Мысалы, текшені тез жапсырып, осылайынан қиып алып, жапсырып, сосын кейін өзіміздің жаңағы тапқан дүниемізді дәлелдеу үшін жасауға болады. Осы текшені жапсырып, сосын оның суреттерін салып, міне қай жақтан кейін қайсысы тұр, соның суреттерін салып, мына тұрған текшелердің қайсысы мынаған сәйкес келеді, соны білсек болады. Ол үшін мен ойлаймын, ол бірінші текше сәйкес келеді деп. Себебі осы жерде, енді сендер тексеріп көріңдер балалар. Мен өзім ойлаймын, бірінші текше осы мына суретке сәйкес келеді деп. Мына бірінші текшені егер мен жазатын болсам, мына бірінші сурет шығады деп ойлаймын. Сендер қалай ойлайсыңдар? Сендер осыны жасап көрдіңдер ма? Қалай ойлайсыңдар? Өздерің комментарийға бөлісіп көріңдер. Мен осылай ойлаймын. Жақсы, келесі 5-ші тапсырма. Бұл жерде өрнектер жазып, есептерді шығар дейді. Бұл жерде А, Ә, Б 3 түрлі есеп берілген. Енді осыған тек қана өрнек жазбай, мен бірден шартымен қосып шығарамын. Себебі сол түсініктірек болады сендерге. Бірінші, балалар жолда 9 бас қатырғыны шешіп, 12 теңдеу және 6 есеп шығарды. Балалар барлығы неше тапсырма орындады? Міне қараңдар. Бас қатырғыш 9, теңдеу 12, есеп 6 барлығы дейді. 9-ға 12-ні қосамыз, оған 6-ны қосамыз, 27. Балалар барлығы 27 тапсырма орындады. Өте оңай. Келесі. Математикалық турнирге әр қайсында 4 баладан 6 команда қатысты. Турнирге барлығы неше бала қатысты? Енді қараңдар, бала 4-тен, команда 6, барлығын табуымыз керек. Шешу 6-ны 4-ке көбейтеміз, 24. Жауабы турнирге барлығы 24 бала қатысты. Келесі, оқушы есептерді шығаруға 10 минут, ал теңдеудің әр қайсысын шешуге 2 минуттан, 4 теңдеудің әр қайсысын шешуге 2 минуттан жұмсады. Оқушы тапсырмаларды орындауға барлығы қанша уақыт жұмсады? Енді қараңдар, есепке 10 минут кетті, теңдеу 4-теу, әр қайсына 2 минуттан. Енді бізге жалпы санын білу керек. Ол үшін 4-ті 2-ке көбейтіп аламыз, оған 10-ды қосамыз, 18. Оқушы тапсырмаларды орындауға барлығы 18 минут жұмсады. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Сендерге барлық видеодағы тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді білдіре отырыңдар. Мен мүмкіндігінше барлығыңа жауап беруге тырысамын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарың үшін рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.